Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейне жазбада мен қысқаша қалай Bybit биржасында тіркеліп болғаннан кейін 3 тапсырманы орындап, шамамен 10 мың теңге көлемінде сыйақы алу туралы айтатын боламын. Енді қазір бірінші тіркелуден бастайық. Тіркелу үшін осы браузерден адрестік жолдан мынандай қысқаша сілтеме жасадым. twi.kz тире сызық IGETS осылай терсеңіз, сіздерге теру үшін осындай қысқаша сілтеме жасадым. Бассаңыздар, мынандай толық сілтеме ашылады. Жаңа Bybit KZ және Invite рефералдық сілтемесімен бірге. Осындай телефонда осылай ашылса, соның астыңғы жағына сәл түссеңіздер, мынандай тіркелгіні жасау деген өрістерді көресіз. Мынандай осындай форма. Осы жерде өзіңіздің электрондық поштаңыз, көбінесе әрине мобильдік нөмірді де болады, бірақ мен ойымша электрондық поштаны жазған дұрыс. Сол жаққа мақұлдау келеді, кейін қалпына келтіру үшін де қажет болады. Енді электрондық поштамды жаздым. Сонан кейін мына жерде аккаунт жасау түймешесінде мына пайдалану шарттары, егер уақытыңыз болса, соларды оқып шығуыңызға болады. Сонымен өзіңіздің келісетіндігіңіз туралы белгілеуіңіз керек. Сол кезде мына тіркелгіні жасау батырмасы белсенді болады. Соны басамыз. Содан кейін сіздің робот екеніңізді тексеру үшін осындай форма шығады. Мына жерде қарап тұрсаңыз, мына бір 6 бұрыш, мына жерде тұру керек, сол былай қарай жылжып кеткен. Соны мына жаққа жылжыту керек. Оны жылжыту үшін мына жерден басып ұстап тұрасыз да, әкеліп осы жерге қоясыз. Жібересіз. Дұрыс қойсаңыз, осылай мақұлданады. Сонан кейін сіздің электрондық поштаңызға 6 саннан тұратын код жіберіледі. Оны 5 минут ішінде алып осы жерге қойып үлгеру керек. Ал егер үлгермеген жағдайда, мына жерде қайта жіберу сілтемесін басу арқылы қайтадан алуға болады сол кодты. Маған келді 5 саннан тұратын. Соны көшіріп алып, жерге қоя саламын. Мақұлданды. Енді құпия сөз жасауды сұрайды. Өзіңізге қажетті. Мына жерде бассаңыз, мына неде ұсынады, биржаның өзде. Немесе өзіңізге оңайырақ болсын десеңіз, басқа құпия сөз жасауыңызға да болады. Ол үшін создать свой дейсіз да, мына жерге жазасыз өзіңіздің құпия сөзіңізді. Мен мына жерде құпия сөзді жазып жатқан кезде байқасаңыз, мына жерде жасыл жалау 4 бағанға да қойылды. Егер мен басқаша тек санды немесе тек әріптерден жасаған болсам, мында көрдіңіз бе, тек қана осы бір екеуі ғана белгіленетін еді. Толық 4-еуді белгілеу үшін сіздің құпия сөзіңіз біріншіден 8 әріптен тұру керек. 8 әріптен тұру керек. Бір әріп бас әріп, бір әріп кіші әріп болу керек. Содан кейін кемінде тағы бір сан болу керек. Мен сол барлық шарттар бойынша енгіздім құпия сөзді. Енді тіркелгіні жасау деген баса салсам болады. Тіркелгіні жасау.
осы бүгінгі жазылған бейне жазбаның жазбаша түрдегі нұсқасы да астында сілтеме арқылы көрсететін боламын. Егер бейне жазбада түсініксіз болса, сол жазбаша нұсқасында қарасаңыз болады. Бүгінге осы, қош сау болыңыздар.